Қымбатты қазақстандықтар, сіздермен тағы да орынша. Мынау Асар баспанада өндіріс жоқ. Ал тігін цехында Қытайдан әкеліп тек логотип тігеді екен дегендер қараңыздар. Биодобавка жасайтын кішігірім зауытты көріңіздер. Асар баспананың өзінің типографиясы бар, өнер мектебі бар. Қытайдағы кеңселерді қараңыздар. Сонымен қатар Қазақстанның 48 қаласында кеңсесі бар. Алматыда автомобиль сататын дүкені бар. Тігін цехы іске қосылды. Кооператив еліміздің жеңіл өнеркәсіп саласына үлес қосуда. Асар баспана логотипімен төсек жаймалары шыға бастады. Асар баспана өз өнімдерін дамытуды мақсат етуде. Bunu birden bilsem demin Hangi tutup maray bolup Harabi bol gitsin demin Hadi mavay bolup Arslardan ayrılsaklar Asabıda avılganmız Asam bolup ayrılsaklar Şuyuktu tavalganmız Asyanın kündeyini Buran olup kalanganmız Buran olur birlerini Kazan bolup çağrılganmız Bizde sot jүйесіне ешқандай сенім қалған жоқ. Яндекске біреу қарсы шықпайды. Таксопарктер Яндекс не айтады, соны жасайды. Яндекс қазірдің өзі қорқытып отыр бізді. Асар такси дейді, таксині шығады сіздің Қазақстанда. Қанем, бізде мынандай түсі құйтын бар. Керемет қой. Керемет? Біз деген шағықпен дабылғап жүрсек. Осыны сен де шығарған шығарсыңдар, Жоқ, бұны біз шығарған жоқпыз, бұны қытайлықтар шығарды. Сонда мынаны да сендер шығармайсыңдар ма? Бұны да шығармайды екенбіз. Ассалаумағалейкум. Менің аты-жөнім Нұрбол Маратұлы. Осы Асар баспана жобасының негізін қалаушымын. Жалпы бұл идея бізге қаяқтан келді. Қазіргі біздің халықтың жағдайы, келешек ұрпақтың алдындағы біздің қандай борышымыз бар деген сияқты ойлар мазалап, қазіргі халықтың жағдайы мазалап, және тарихты зерттей отыра, міне осындай бір үлкен жоба дүниеге келді. Бір жыл 8 айдың ішінде жобамыз 52 мыңға тарта адамдарды жинады, және біздің Қазақстанның 30 қаласында кеңселеріміз ашылды, өзіміздің заводымыз ашылды, өзіміздің типографиямыз ашылды, өзіміздің қазіргі уақытта тігін цехтарымыз жұмыс жасап жатыр. Міне осының барлығы қазір біздің Асар баспана жобасының бір үлкен жеткен жетістігі. Асар баспанадағы 96 мың халық осы өндірістердің, кәсіпорындардың инвесторлары. Көптеген адамдарға жұмыс орындарын ұсынып, экономикалық тұрақтылықты арттыруға мүмкіндік берді. Сонда 2 жылда осыншама тірлік жасаған Асар баспана пирамида ма? Асар баспанаға бар жоғы 2 жылда 96 мың халық жазылуы нені көрсетеді? Ол Асар баспананың халықтың көңілінен шықты деген мағынаны береді. Сонымен қатар қаражат салған азаматтар өз үлестерін ақша түрінде ғана емес, тауар түрінде де ала алады. Бұл әрбір қатысушы үшін қосымша мүмкіндік. Сонымен қатар Асар баспананың келешекте халықтың жағдайын жақсартатын жоспары өте көп. Қанша журналистер СМИ жамандап жатса да, 96 мың адамның бірде-біреуі зәбір көрген жоқпын, мен бұл жерде ақшамды жоғалтқан жоқпын деп жатты. Керісінше, рахмет, біз Асар баспананы сағындық. Біздің басшымыз Нұрбол мырзамен
Ерлан мырзаны босатыңыздар, ол кісілерге бостандық деп жатқаны жер қызметкерлерін ойландырмайды ма? Біз асарлықтар осының барлығын жер қызметкерлері зерттеп, тексеруді әділ шешеді деген сенімдеміз. Қорытынды, Асар баспана пирамида емес, ол өндірістік сауда өнеркәсібі. Қымбатты қазақстандықтар, мынау Нұрбол мырза мен Ерлан мырзаны жасаған осындай керемет дүниесін қолдауларыңызды өтінеміз. Лайк басып, комментарий жазған кісілер бай бақуатты